Елімізде дін саласындағы 2017-2020 жылдарға арналған мемлекеттік саясат тұжырымдамасы қабылданды. Құжатта дін саясатының өткен жылдардағы қорытындысы жазылған. Сонымен қатар алдағы 3 жыл ішінде іске асырылатын жұмыстар көрсетілді. Тұжырымдама бойынша жоғары оқу орындары мен мектептерде дін мәселесін дұрыс түсіндіру жайы қарастырылды. Осыған байланысты дін істері және азаматтық қоғам мен білім министрлігі биылдан бастап жаңа оқу бағдарламасын енгізбек. Енді мектептерде 8-ші сыныптан бастап дін және қоғам пәні оқытылады. Тұжырымдамада мемлекет дін саласын бақылауды күшейтеді деген тұжырым жасауға болады. Ең бірінші қағидат зайырлық қағидат. Яғни зайырлық қағидат бойынша мемлекет пен діннің арасындағы арақатынасы болу керек белгілі дәрежеде. Бірақ та қауіпті жағдайларда мемлекет өзінің тікелей дін саласында болсын, басқа саласында болсын, өзінің араласатын құқығын қолға алады. Концепцияда бекітілген негізгі басымдықтар бойынша, негізгі бағыттар бойынша ірі шараларды жүзеге асыру көзделеді. Соның ішіндегі дін қызметкерлерінің осы екі тұрғыдағы, яғни зайырлы және діни тұрғыдағы сауаттылықтарын қатар арттыру, ел азаматтарының азаматтық позициясын күшейту, зайырлыққа деген дұрыс көзқарасты қалыптастыра отырып, жалпы азаматтық қоғамда дін мәселелерінің дұрыс түсінілуіне ықпал ету.